күн болсын. Сарқын апа, бүгін мынау құрбандығыңыз қабыл болсын. Осыны құрбандықты өзіңізге батада түсті деп жаңа айтып жатырсыз. Енді жақсылығымен болсын. Өзіңізге ғана емес, халыққа тілеп жатсыз. Ата жолына тілеп жатсыз. Сол тілектер қабыл болсын. Енді осы сізге өзіңіздің мынау келіп, осы бізге келгесін ұстап, кішкене бір сұхбат алайын деп шақырдым. Ал сізге сөз бердік. Сәлеметсіздер ме, құрметті қалайық, құрметті ата жолдықтар. Енді осы жасқа келіп, мынау менің бірінші шалып отырған ері қара құрбандығым. Оған дейін оны түсінбедік, білмедік, бірақ ұсақ малды 45 жасынан бастап шалып жүрдім. Енді қой, тоқты дегендей. Тіпті бір рет пайғамбарымызға арнап, мәулітте тосамыз ғой. Мәуліт болады дегенге дайындалып, мәуліт айында жеке өзім жанұямның атынан құрбандық шалған кезім болды. Онда бір қой 25 мың болды. Ол 25 мың ол кезде бір талай ақша болатын. Соны азаздан конвертке 2 мыңнан салып жүріп, сол жыл көлемінде пайғамбарымызға арнап жеке өзімде құрбан шалған күндерім болды. Онда мен медреседе оқып жүрдім, мешітте оқып жүрдім, мәзғапта жүрдім. Сол кезде біз құрбан туралы жақсы түсінік алдық. Құрбанның беретін Аллаға жақсылығы, Алланың адамға беретін жақсылығы, кешірімі, рақымы көп болатыны, адамның күнәсінен ақталатыны, арылатыны, жақсылықтың көп болатыны түсініп, сол кезде мен құрбан туралы білім алған болатығым. Мен сол білімді міне ата жолына келіп, Алланың арқасында жалғастырып жатырмын деп ойлаймын. Мен бай адам емеспін, мен де кәдімгі көп адамдардың бірі сияқты зейнеткер ғанамын. Құдайға тәуба, зейнетақым жақсы, жаман емес. Еңбегімнің өтеуін Алла беріп жатыр. Содан да енді құптап жинап, бір ірі қара малын халқымыз үшін, жанұям үшін, туған туыс үшін, осы жүрген ата жолдықтар үшін деп ниет қылып шалып отырмын. Енді бұның бәрі бұлай қарасаң оңай демес енді. Оғанда төзімділік керек, шыдамдылық керек, оны түсіну керек. Соны түсініп барып өзім осыны енді қазақша айтқанда тырбаңдап дейді ғой, тырбаңдап жинап, соған қолым жетті. Бұны мен білген жоқпын. Бір анау қасиетті аталарға бара жатқанбыз 41 әулиеге. Сонда бір аруақ айтқан екен. Ірі қара құрбандығын шалу керек деп. Мен оны дұрыс естімеппін. Ол кезде шаршап жүресің, шалдығып жүресің, қыспақ болады, қанша айтқан мен жол азабы болады деген сияқты. Соны енді артынан бір әйел айтты, сізге ірі қара құрбандығы түсті ғой деп. Мен шошып кеттім. Менің күнәм көп болғасын түстіме деп ойладым ғой мен. Содан кейін жүрегім бір түрлі мазасызданып, содан кейін ұстаздан келіп сұрадым. Сонда маған ірі қара құрбандық түсіпті, сонда менің күнәм көп болған үшін түсіп жатыр ма деп. Енді мен Аллаға тәуба деймін. Ордаға келген сайын мен ана қой малынан шалып тұрмын, енді тоқты енді. Оның өзі қазір қымбат болып кетті ғой, оңай емес енді пенсияда ғана отырған адамға. Бірақ мен келген сайын бірде бір рет шалмай кетпей тұғым. Үнемі хатимді түсіріп отырдым, құрбанымды шалып отырдым. Ұрпағымды ойладым, туған туысқанды ойладым, өлген ата бабаларымызды ойладым, үш жұрттағы нағаш жұрт, өз жұрт, қайын жұрт деген сияқты сөйтіп амал жасап жүргем. Енді ірі қара құрбандығы дегенде адамға енді самолет сатып алмен бірдей екен, былайша айтқанда. Маған ол өте оңай емес енді. Содан кейін және қорқыныш болды. Содан кейін сұрадым. Сонда мен күнәм көп болғасын түсті ме? Неге бұлай болды? Неге маған ғана ірі? Басқа бірде бір адамға ірі құрбандық түскен жоқ, маған ғана түсіп тұр. Содан сұрап едім, ол кісі енді үлкен әулие деп есептеймін. Алламен, тылсыммен, пайғамбарлармен байланысы бар. Ол кісі айтты, жоқ, сіз бір үлкен әулиелерге жалғанғалы тұрсыз ғой, соған Алла тағаланың бұйрығы ғой деп сөйдеді. Соны естіп алғаннан кейін көңілім жайланып, жанталасып, тездетіп, ақшамды осы бір жарым айдың ішінде толтырғам, бірақ та сол түрлі себептермен айланып келіп болды ғой.
осындай жағдай болды ғой. Сонымен осы күнге жеттік. Міне бүгін сол ірі құрбанымды шын көңілімнен Алланың құлымын деп шалғалы отырмын. Бұған тәуба деймін, шүкіршілік етем. Маған осындай пенсияда отырсам да осындай ірі құрбандық түскеніне шүкіршілік етіп, Аллаға мыңда бір рахметімді айтып отырмын. Ана Пайғамбарымыз батасын берді ғой. Маған бір емес, бірнеше рет батасын берді. Осы ниеттен шығар деп ойлаймын. Енді осы жақында бір аян алдым. Сонда үлкен ғалымдарға емтихан тапсырғалы жатыр екем. Сұрақтар қиын бола ма деп қорқып тұрмын. Сұрақтарға жауап бере алам ба, бере алмайын ба деп. Енді кәдімгі емтихан жүріп жатыр. Содан мен сұрақтар қойыла бастағанда ішімнен ойлап тұрмын, мен жауап бере алатын сұрақтар болса екен деп. Сол кезде ата жолдықтар маған дем беріп, ұлдары бар, қыздары бар, барлығы апа деп айғайлап, мені қолпаштап қошеметтеп жатыр екен. Содан маған бір үлкен енді ұрыс жүріп жатқанда артынан әскер келген қолбасшыдай мен де бір рухтанып, сұрақтарыма жақсы жауап беріп шықтым. Енді бұған көп адамдар сенбейді, бірақ біз өзіміз сенеміз. Бұл да Алланың бір тылсымнан сол пендесіне, құлына көрсетіп жатқан, енді орысша айтқанда сигнал дейді ғой, белгісі деп ойлаймын. Сол енді аянда өттім, сол аяннан енді өңімде де өтсем екен деп ойлаймын. Мына құрбандықта соның бір дәлелі, осы құрбандықпен осы қазір халық қиналып тұрмыз, жоқ деп айтып жатырмыз ғой енді барлығымыз. Өйткені тамақ өте қымбат болып кетті. Киімді қазір адамдар көп ойламайды. Қазір тамақ деген ойлап тұр енді. Жанұядағы әйелдер әсіресе қазір киімді екінші орынға ысырып қойды. Сонда осындай кезде де Алла осы Астанада әсіресе құрбанды қойды бұлай айтайық, тоқты қойды бұлай қоя салайық. Ірі қара құрбандығын жер-жерде, өңірлерде, әсіресе осы Астана маңында өте көп шалынып жатыр. Осы арқылы қазақ халқын, Қазақстанды Астана арқылы тазартып тұрған шіркін біздің қазақтар, өзіміздің жұрағаттарымыз, жақындарымыз, бауырларымыз, тіпті ішімізден шыққан балаларымыз түсінбейді ғой. Соны түсінбейді. Құрбанның әр тамшы қаны келе жатқан пәленің бетін қайтарады екен, келе жатқан жамандықтың бетін қайтарады екен. Алла тағала құрбан шалынғанда өте мейірімді болып жұмсарып кетеді екен. Сол құлының ниетімен разы болып, сол жамандықты пәлені келе жатқан әртүрлі келеңсіз құбылыстарды алып тастайды екен. Бірақ оны көп адамдар түсінбейді, әсіресе байлар түсінбейді, олардың құлағына артын сырға деп айтам. Шіркін олар бір емес, жүздеп құрбан шалатын шамалары бар. Соны халықтың қамын ойлап, міне осындай жағдай болып жатыр. Бізде адам шығыны көп болып жатыр, міне ана көтерілістер көп болып жатыр, міне қарсылықтар көп болып жатыр. Патшаның қасиеті түсіп кетті. Патшаның қарашасы патша деуден қалды, ханды хан демейді. Халықта бір мынандай мақал бар ғой, хан қараша толқыса тұра алмайды, хан тағында дейді. Біздің қазір қараша халық толқып кетті. Сондықтан хан бір орында тұра алмайды. Оның тағы су бетінде тұрған желді күнгі, боранды күнгі тақ сияқты. Сондықтан халық болып түгел осы бірігіп құрбан шалса шіркін. Бір әулет пе, сол әулет бірігіп жіберсе. Өзі бір ауыл ма, бір ауыл бірігіп екі құрбан шалуға шамалары келеді ғой. Мысалы, бір жанұя 1000, бір жанұя 2000-нан біріксе де әркім әрқалай негізгі есептеуші ұлы, есепші математика Алла тағала ғой. Сонда қаралықтың, жамандықтың келе жатқан Қазақстанға беті қайтар еді. Бірақ оны түсінушілер өте аз, түсінетін жағдайда жоқ болып тұр. Тек қана жақсы киім кисем, жақсы тамақ ішсем, жақсы көлік мінсем, мен адамның алды болып жүрсем деп олар осындай дүнияви оймен өмір сүріп жатыр. Ал енді ар жағындағы рахмани, Алладан келген аруақтық сипатты олар түсінбейді. Сондықтан
осы жағын түсінше деп ойлаймын. Мен мына мал келгеннен кейін, көргеннен кейін жүрегім қандай рахат болып қалды. Бұл сезімді мен адам болып түсіндіре алмайын сіздерге, осындай жасқа жетсем де. Мен оны енді сөзбен жеткізе алмаймын. Бұл енді бір рахат. Осы дүнияда берілген маған бақыт деп ойлаймын. Өйткені ақшасы мен ең көп. Менен де бақуатты тұратын кемпірлер бар ғой, бірақ олардың көбі сөйтіп түсініп тұрған жоқ. Шіркін, ұрпақ үшін, ұрпағымның қамы үшін мен осыны түсініп амал жасап отырмын. Елімізде құрбандық көп болсын. Құрбандық көп шалынған мемлекетте соғыс болмайды дейді. Пайғамбарымыздың айтқан сөздерінде бар. Біздің мемлекетімізде құрбандықтар көп шалынып, бүкіл әлем бойынша ең алдыңғы қатарға шыққан үлгілі, бақытты, бай, қуатты, Аллаға берілген барлық құлдар сондай мемлекет болсақ, жаңа қазақ мемлекеті болса, жаңа Қазақстан болса деп өзім армандаймын. Енді мен көрмесем де мен ұрпағым көрер, енді бала шағам бар, немерелерім бар дегендей, Құдайға тәуба, солар көрсе екен, солар жаман жаққа бұрылып кетпесе екен деп соны тілейміз енді. Аллаға шүкір деймін, Алланың сипатының үлкендігінің шексіздігіндей шүкірлер болсын деп өзім шүкір етемін. Осыған тәуба деймін. Жақсы, қабыл болсын. Енді мынау мен Тәуретті сіз оқыдыңыз ба? Тәуретті оқыған кезде не байқадым? Енді жаңа бастап жатырмын сол Тәурет Інжілді. Сонда айтады, қандай да бір не болса, Аллаға құрбандық орындайын деп, сол жерге барып құрбандық шалу деген. Сонда бұл ертеде сол осы құрбандықтың жолын көрсетіп кеткен ғой, Тәуреттің өзінде. Енді ана барлық пайғамбарларда Алланың таңдауымен таңдалып алынады ғой. Пайғамбарлықты тек Алла өзі ғана бекітеді екен. Өзі ғана таңдап алады құлдарының ішінен. Сосын оған жүрегіне тазалық салады, былайша айтқанда. Ана біздің пайғамбарымызды зәм-зәм суымен бір емес екі рет жуды. Пайғамбарлық келерде бір жуды. Кішкентай сәби кезінде 5-6 жасында бір жуды. Кәдімгідей жүрегін алып тұрып, оны зәм-зәм суымен жуып, оны жүректі тіліп першелер алып, ана қара қанды шығарып, таптаза қылып қайта орнына салды ғой енді. Бұны ана немене жолмен маневи операция деп атайды екен. Тылсымнан Алладан болатын ота, бұлайша айтқанда. Пайғамбарымыз сондай отаны көрді. Операцияны басынан кешірді. Сондықтан да біздің пайғамбарымыз бір қазақша айтқанда титтейді, кішкентай бір нүктенің де әуелі, енді оны сөзбен жеткізу қиын. Сондай да күнә жасамаған адам ғой. Анау бір соқыр мақтум келгенде қабағын шытып жіберген үшін Алла тағала ескерту жасап, Құранда Ғабаса сүресін түсіре қойды. Соқырдың келуімен, қабақтың түйілуімен деп міне көрдіңіз бе? Сондай жағдайда енді басқа анау пенделер Құдайды білем, мен мұсылманмын деп жүрсе де, біз ондайды білмейміз ғой. Бірақ осы құрбанның өзін Алла тағала шығарды ғой. Алла тағаланың үкімі ғой. Алла тағала еш уақытта ұлық Алла қателеспейді. Бұл дегені бола салады. Сондықтан Ибрагим ғалейхиуассаламның баласын құрбандыққа шалуы, оның бізге осындай немене болып, үрдіс болып қалыптасып кетуі, бәрі содан басталып тұр ғой енді. Енді сондықтан да барлық пайғамбарларда құрбан шалған. Мысал үшін Адам атаның екі ұлы да құрбан шалды. Біреуі анау қой малынан, қошқардан, біреуі егінінен шалды ғой. Сонда ниеті тазаныкі қабыл болды. Ниет таза емес, баласыныкі қабыл болмай қалды. Осының өзінен ақ бұл бір енді Алладан берілген үкім ғой. Шаман келсе құрбаныңызды шал. Ал шаман келмесе сені Алла зорламайды. Өйткені соны беретінді саған Алла. Алатын да Алла. Ешқайдан келмейді. Мына киіп отырған киімімізде Алладан. Бәрі, тіпті мен өзім Алланыкімін. Менің жаным Алланың аманаты маған уақытша берілген. Сондықтан бізде ештеме де жоқ. Ал енді Алланың бергенін
Алла жолына жұмсасаң, Алла оны бір емес еселеп қайтады. Мен сезінемін, осы құрбанның енді мен үшін ол бір талай ақша, енді мен оны тырнаңдап қолыма түскенде мен жібере бердім ғой. Өйткені ұстап қоясың, әйел адамсың. Мен өзіме немен етіп қызықтап көп киім алмаймын, өзім көбінесе қолдан тігіп алам. Мен көп ақша шығармауға тырысам. Соның өзіне немередер сұрайтқан қылдап, оларға қалай бермей тұрасың. Сонда мен осы құрбанға толтырайын деп ақшамды жинап жіберіп тұрдым. Сосын толды, міне Алла бұйыртты. Оған қанша дұға қылдым. Алла, маған бұйырта көр. Өзі жас болса, өзі теміз болса, өзі енді арзандау болса деген сияқты. Бұл пенде деген тойымсыз, енді өзімді қанағатсызбын деп айта алмаймын, енді сондай қанағатшылмын деп те айта алмаймын, енді тырысам, бірақ та қанағатшыл болуға. Сөйтіп Алладан сұраған неменеміз ғой. Сондықтан құрбан шалу ата бабамыздан қалған нәзір құрбан деген бар. Басына бір пәле келгенде ол құрбанды шалып, оның бір түйірдей етін жемей, оны тез таратып жібереді. Оны нәзір құрбан деп атайды. Менікі жай құрбан. Бұның 1/3 өзім жанұяма алқап жеуіме болады. 1/3 бала шағама берем, сонда қалған 1/3 ортада таратады, мысалы үшін. Алла соған разы болады деп ойлаймын. Өйткені ол үкімді, ол бұйрықты Алла өзі шығарды, біз соны орындаушымыз, құлы ретінде мен орындауға тырысып жатырмын. Сондай. Жақсы, қабыл болсын. Енді мына осы құрбан туралы мына мешіттерде айтсаң, құрбан айтқанын айтады. Олар жай былай күндерде құрбандық жоқ деген сияқты. Қандай құрбандық ол сендердің деп біз енді құрбанды шалдық деп айтамыз ғой, бірақ жаңа түс көрсек, батада шықса, бір өзі сондай бір қиыншылық келсе, мешітте осыны қолдамайды. Мешітте өйткені көп айтпайтыны, енді оларды мен енді шындықты айтам, жамандап отырған жоқпын. Өйткені олардың өздерінің қарны тоқ. Мешіттегілердің қарны тоқ. Мешітте карантинге байланысты ғана болып қалды ғой, әйтпесе Құдай тамақ беріліп жатыр, ас беріліп жатыр, 40-ы, 70-і дейді, 100-і дейді, немесе әке-шешесінің қайтқандарына ас береді, әйтеуір беріліп жатыр ғой, құрғамайды. Әуел асхана дейді ғой өзі. Мысалы үшін мен Мәсіқұр жүзіп мешітінде оқыдым, әйелдерге қандай арнап үлкен төменгі этажда оның кітапханасы болды. Оның тамақ жейтін жері бар, оның Құран оқитын сыныбы бар, класы бар, бұлайша айтқанда демалатын жері бар, бәрі болды, мешіті бар, қаншама әйелдер оқитын. Қазір соның бәрі жоқ. Мысалы үшін керек десе әйелдердің оқитын намазханасында жоқ қылды. Оның бәрі асхана болды. Асхана неден туындап тұр? Өйткені бір Павлодарда бір күнде неше жанұя беріп жатыр. Біреуі асын беріп жатыр, біреуі 7-сін өткізіп жатыр, біреуі 40-ы, біреуі жылдығын өткізіп жатыр деген сияқты. Оның өзі кезекке тұрады, оны ала алсаң ала аласың, ала алмасаң жоқ. Оның бір орны бәленбай теңге қымбат ақша. Сонда енді сол болып жатыр, сондықтан молдалар көп ойланбайды, өйткені олар күнде ас. Және қандай ас? Қазғарта, жалжаясы, ең жақсы мүше, молдалардың алдына барып, таңдаулы болып енді тартылады. Одан өздеріне пакет-пакет қып орап береді. Олар сондықтан уайымдамайды, халықты да көп ойламайды деп ойлаймын. Сондықтан егерде олар пайғамбарымыздың сүннетін орындап жүрміз дейді, пайғамбарымыздың сүннетін орындап жүрсе, пайғамбарымыз бір құрбан шалады, қой шалады. Өздеріне ештемеде қалмайды ғой. Түгел тарататын. Ал мешітте ондай емес, енді түгел таратылып кетпейді. Оны бір Алла біліп тұр ғой, енді халық та біледі, бірақ шындықты айтпайды. Бірақ шындықты олар ең көп шындықты халық біледі ғой. Халық бәрін біледі қазір. Сондықтан Алланы алдай алмайсың. Одан кейін халықты алдай алмайсың. Сондай жағдай. Жақсы. Енді мына сіздің құрбандығыңыз қабыл болсын. Бірде пайғамбар мешіт салып атқанда, сонда айтқан екен, кім көп салады, кім қанша салады дегенде біз сондай не айтқан ғой? Әңгімені естіген шығарсыз, сонда біреу айтады, анау пәлен салды, мынау пәлен салды. Сонда кемпір қанша салды дегенді айтыпты, ең аз салған сол кісі болыпты. Сонда соның несі қабыл болды, өйткені ол барын салды өзінің.
деп сондай бір әңгіме бар. Сондықтан сіз енді барыңызды салып осылай дайындалған, соның бәрі сауап қой, үлкен сауап. Сондықтан сіздің мынау жаңағы құрбандығыңыз тағы да қабыл болсын. Алла енді ортамызда жүре беріңіз, ақылшы болып, енді үлкен әже болып ортамызда. Осы ата жолының биіктен көтеруіне сондай бір үлкен үлес қосып жатырсыз. Осы сіз келгеннен кейін біздің бір керегеміз көтерілді дейме, шаңырағымыз бір көтерілді. Сондықтан ата жолының әр қайсы келгеннің бір өзінің орны бар. Сіздің де орныңыз бар қазір. Сол аман есен жүре беріңіз. Амандық болсын. Енді халыққа керегі тазалық қазір. Сол тазалыққа жетуді қазір анық шындықпен уағыздап тұрған ата жолы. Өйткені ата жолдықтар тек Құдайдан қорқады. Қазір ханнан да қорқпайды. Оның уәзірлері, министрлерден де қорқпайды. Мәзғаптықтардан да қорқпайды. Тек бір Құдайдан қорқады. Содан кейін аруақтың көмегімен осыны Құдайдың бұлайша айтқанда бұйрығын халыққа жеткізгісі келеді. Соны түсініп қалдық. Мен енді осы жасқа келдім. Медреседе де жүрдім, мешітте де 27 жыл жүрдім. Ол аз емес қой. Міне 3 жылым өтіп кетті, 30 жыл болды. 30 жылда Қазақстан құрып кері кетсе, мен соның бәрін көріп отырған адаммын ғой енді. Сондай бала шағам бар, олардың да неменесін көріп отырмын. Енді қалай бағыт бағдар Қазақстан алып келе жатқанын, басынан не өткізді келе жатқанын көріп отырмын. Сондықтан да мына осыдан 2-3 күн бұрын Зеңгі баба келген, мен оны жібердім. Сонда Зеңгі баба енді сиыр малының Алла беріп қойған иесі ғой, киесі ғой. Зеңгі баба дегенді қазақ, барлық қазақ, бұрынғы қазақ өте жақсы білген, қазіргі жастар аздап білмейді енді. Ол орысшаланып, европаланып кетіп жатыр ғой. Бірақ енді ақырын келе жатыр оларда. Сонда Зеңгі баба батасын беріп жатыр. Керек десе сиыр малы егізден туады екен. Ана қараңызшы, бір кезде ашаршылық жылдарында Голощекин жоқ қылды. Қазақтың өзі күнкөрісі мал ғой. Сол малды аша тұяқ қалмасын деп түгел сыпырып алды. Мал қалса қазақ өлетінін біліп тұр ғой. Бұл қолдан жасалған геноцид қой. Ал енді Назарбаев таққа келгенде тағы да сол малды сыпырып апты. Енді осы күнде ойлап отырмын. Мысалы үшін менің ана жолдасым айтатын, ақшамызды сала берейік. Ана кассаға дейді, ол кезде банк деп атамайды. Ертең балалар өскенде оқытамыз. Сосын енді арманымыз бір машина алу енді. Ол кезде машина қазіргі самолет сияқты болып есептелетін. Сондай. Сосын мен жарайды деп келістім. Енді 2 зарплатты мен алам. Осын 13-ші зарплат еңбекақы болады сыйлыққа. Оларға төлейтін ол кезде. Совет үкіметінің жақсы жақтары да болды ғой. Оны жоққа шығаруға болмайды. Соны салат сосын жылына 1-2 танша сатамыз. Енді малымыз бар ғой, мал асыраймыз. Соны салып жүрді. Сонда мен енді қазіргі ақшаны бағасы мен емес, сол кездегі әйтеуір 2 Жигулидің ақшасы болды ғой. Ол кезде 1 Жигули 4000. Бізде 2-ге толды. Сонымен өзіміз біз баламызды оқыта аламыз, енді оқытқалы жүрміз ғой енді. Ол әлі мектепте оқып жатыр, бірақ енді ертең жоғары оқу орнында оқытамыз. Сол ақшамыздың бәрін соңында немене рубльге айы бастарды. Рубльді теңгеге айырбастады, сөйтіп ең ақыр жоқ болып кетті. Оны кім жоқ қылды? Енді ұғып отырмын. Оны жоқ қылған сол үкімет басындағылар. Қалай мына енді Назарбаев келді, солай елдің тек қана менің ақшам емес, бүкіл банктегі елдердің ақшасы сөйтіп жоқ болды. Енді бұл сондай сауатты бұларға экономист керек, енді өте үлкен маман керек бұларға. Бірақ қарапайым, мен математик болмасам да, экономист болмасам да, мен түсініп отырмын, біздің малымызды сөйтіп жоғалтты. Менің отағасы екеуміздің салған ақшамызды тонап алды. Бірақ Алла көріп тұр ғой. Алла бәрін амал дәптерге жазып жатыр ғой. Мысалы үшін біздің айырылғанымыз, оны кімдер алды? Бәрін Алла есепке жүйрік біліп тұр. Құранда қайта-қайта Алла есепке жүйрік деп айтылып тұр ғой аят бойынша. Алла есептеп жатыр. Ол ешқайда жоғалмайды. Ол кетпейді ешқайда. Ертең мен өлемін.
мен Алланың сотына барамын, сол ақшамды жегендерде Алланың сотына барады, сол кезде алып береді Алла маған. Қалай алып береді? Менің күнәмді апаратты оның мойнына қояды. Оның маған беретін сауабы жоқ болса, менің күнәмді оның мойнына қояды. О дүниеде ақша жоқ, доллар жоқ, теңге жоқ, рубль жоқ, бүкіл әлемнің ақшасы жоқ. Бірақ сауап бар, күнә бар. Сол күнәмізді алады, оның мойнына қояды. Сонда міне сол адамдарға, соны жеген адамдарға, ол енді үлкен бір енді топ қой, оны ақылдасып жеген ғой, оны қанша жиналыстары болған шығар, ақылдасты, қалай аламыз халықтан деп. Сөйтіп халықтан алды. Сол халық ең ақыры қолына мал кеткен соң қалаға қылды. Қалада міне қазіргі күні мынандай, енді қазір қайтадан енді ауыл деп жатыр. Міне сөйтіп ең ақырында қарапайым халық ақымақ болып, ана билік басындағылардың енді қайда ұрса соған ұршитын добы болып тұр. Бірақ негізгі доп олар ертең Алланың өзі болып қалатын түсінбей тұр ғой. Сол ақшаны жинады. Енді халық қазір біліп отыр. Не пайда содан? Көріне әкете алмайды. Ол ақша оны тозақтан құтқара алмайды. Түк құтылу жоқ. Сондықтан неғұрлым енді тәубаны көбірек айтқан сайын көңіліміз орнығады, толады. Тәубе деген сайын өзіңе тойымдылық келеді, қанағат келеді. Соны әсіресе жасы келген адамдар біз бірінші үйреніп айтуымыз керек деп мен ойлаймын. Сондай жағдай енді сол. Ең басты жүректе тыныштық. Ең бастысы халық аман болсын, халық қырылмасын. Енді анау қаңтар қырғыны тағы келмес екен деп тілейміз. Осы мына құрбандықтар әрбір тамшы қаны сондай пәленің алтын алады екен. Сөйтіп құрбандықтар көп болсын. Кімде ақша бар? Байларда көп қой ақша, шіркін-ай десеңші. Бір күнде 10 құрбан шалатын шамасы бар. Солар түсініп, Алла жүректеріне иман беріп, бір нұр қойып, солар түсініп халықты аман алып қалуға үлес қосса деп тілеймін өз басым. Жақсы, рахмет апа. Бақытты болыңыз.